Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырып дөңгелек, шеңбер және олардың элементтері. Оның радиусы 3 сантиметр болып тұрды. Егер АО 4 сантиметр болатын болса, онда А нүктесі ол шеңбердің сыртында орналасқан. Өйткені ішінде орналасқан болса, ол 3 сантиметр болар еді. Сондықтан жоқ. Екіншісі, радиустары тең шеңберлердің ұзындықтары да бірдей болады. Бұл сабақта шеңбердің радиусы және диаметрі, центрі туралы білдім. Мен бүгінгі сабақта шеңбер және дөңгелек деген ұғымдарды білдім. Және де радиус, диаметр дегендерді мен бұрыннан білемін, дегенмен ол ойымды толықтырдым. Және де оған есептерді шығаруда қиналмадым. Тағы да дарын онлайнның есептерін шығаруға тырысамын. В тобының, С тобының. Және тест тапсырамын.